Баршаңызға сәлем. Бүгін алмадан дәмді ауызда еритін бәліштің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа бөлме температурасындағы 100 грамм сары май, 80 не болмаса 100 грамм қант, ванилин, шым-шым тұз салып, 1-2 минут миксердің көмегімен шайқаймыз. Массаға 2 жұмыртқа, 100 грамм ұн, қопсытқыш қосып, 1 келкі болғанша дейін араластырамыз. Шамамен орташа 4 алманың сыртын тазалап, жұқалап тураймыз. 1 алманың жартысын бәлішімізді әсемдеуге алып қаламыз. Туралған алманы қамырға салып, жақсылап араластырамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, шетін сары маймен не болмаса өсімдік майымен майлап, алма қосылған қамырды формаға саламыз. Жарты алмамызды жұқалап туралап, бәліштің бетіне басыңқырап саламыз. Бір шай қасық қант себіп сары май жағамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз 30-40 минут пісіреміз. Формада 10 минуттай суытып алып, формадан шығарып, қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Алмадан дайындалатын бәлішіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгер.